Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Сонау алысқа, жүзсін десең кемелі, тылсым сырлы ғарышқа, ұшсын десең кемелі, жасау үшін бәрінде математика ең маңызды ғылым бұл. Сондықтан да сол ғылымның тілін біл. Тамаша, балалар, рахмет. Отыра қойыңдар. Балалар, бүгін сыныпта кім кезекші? Рамазан, Хансұлу. Сыныпта Хансұлу бүгін кім жоқ? Барлығы түгел. Тамаша, отыра қой. Үй жұмысына не бердік? Үй жұмысына. Қандай тапсырма бердік? Рамазан? 10-шы тапсырма 80-ші бет. 10-шы тапсырма 80-ші бет. Өте жақсы. Тамаша, отыра қой. Енді балалар, бүгін біз жаңа сабақты бастамас бұрын, біз бірінші топқа бөлініп алайық, жарай ма? Әркім өз тобына, мына жерде менде геометриялық фигуралар бар, балалар. Осы геометриялық фигуралармен біз бүгінгі сабақта топқа бөлінетін боламыз. Орныңыздан тұрып кел, фигураларын ала қойыңдар. Кел, ретімен, бір-бірін. Барлықтарың, қолымызда қандай топқа бөліндік, бұлайынан әдемі бір көрсетейік. Өте тамаша. Балаларымыз Нұрсая қандай геометриялық фигураларға бөліндік, айта қойшы. Үшбұрыш. Мұратәлі? Тіктөртбұрыш. Нұрхан? Шеңбер. Иә. Тамаша. Нұржиса? Шаршы. Өте жақсы. Балалар, бүгін біз 4 топқа бөлініп алдық. Бүгін бізде қорытындылау сабағы болғандықтан біз бүгінгі сабақта осы бөлім бойынша, табиғат құбылыстары деген бөлім бойынша өтілген тапсырмаларды пысықтайтын боламыз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, балалар, тақтаға қараймыз. Қорытындылау, адам және табиғат. Балалар, білесіңдер, адам мен табиғат өте... Темірлан, айта қойшы. Адам мен табиғат тығыз байланысты. Мержан, табиғатсыз адамның өмір сүре алмаймыз, табиғатсыз өмір сүре алмаймыз. Табиғат өз балалар қаншаға бөлінеді? Мұратәлі? 2-ге. Қандай? Жансыз және жанды. Өте тамаша. Жансыз табиғат және жанды табиғат. Өте тамаша. Бүгінгі біздің отыра қойыңдар. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз, балалар, таңдап алу әдісі мен комбинаторлық есептерді шығару, кеңістікті бойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару бойынша, балалар, бір-бірімізге қар кесегімен ұрып шығайықшы, беріп шық. Сен жылдам, әр топ басшы қар кесектерін беріп шыға қойыңдар, жылдам. Тамаша. Қай топ дайын болса, балалар, бұрышымызда, алдымызда өзіміздің фигурамызды көрсетеміз да, сабақты сұрақтарға жауап береміз. Балалар, бұл сендерге білесіңдер, қазір бізде қай мезгіл? Қыс мезгіл, қыс мезгілінде біз қар кесегімен ойнаймыз. Міне, осы сендерге қар кесегінің астында берілген көптеген сұрақтар бар. Соған қазір жауап беретін боламыз. Қай топ дайын? Нұрсұлтан жақсылықтан бастайық. Айта ғой жақсылық. Кесіндіні немен өлшейміз? Тамаша. Сызғышпен. Кесіндіні немен өлшейміз? Сызғышпен. Дұрыс, отыра ғой. Өте тамаша. Ары қарай кеттік. Мержан, дайынсың ба? Жұп сандарды ата. Тамаша. 2, 4, 6, 8. 2-ге бөлінетін барлық сандардың бәрі қандай сандар болады, Мержан? Өте тамаша. Жұп сандар болады екен. Жақсы. Мержан, бүгінгі сабақтамыз. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жаздық па?
Өте тамаша әдеп етіп жазатын болайық. Қаненді топ басшыларымыз келіп, мына жерден бір тапсырмадан ала қойыңдар. Кел. Иә. Бері қараймыз. Жоқ балалар, тыңдап аламыз, бері қараймыз. Берілген тапсырма бойынша қазір әр топтан бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топ. Бірінші амалға әр топтан бір оқушыдан шығады. Нұрсан ашысы, қолы кішкене. Қайтқан шығамыз, темірден шыға қой. Бірінші топтан. Нұрғиса, Айданан шығады. Бірінші амалдарды оқып кеттік. Бірінші есепті толық жазып алыңдар. Есепті бірінші берілген тапсырманы толық жазыңдар. Өте әдем етіп жазамыз. Ырысбек, сен Ырысбек жаза. Балалар, қалғандарымыз орнымызда отырып, тақтадан берілген тапсырманы жазамыз. Балалар, бәріміз орнымыздан тұрып, бір серпілту сәтін жасап алайық. Қазір балалар белсендерге мынандай көптеген сандар беремін. Әр санды тастағанда, сол цифрларға байланысты сендер маған не айтасыңдар? Мақал, осы цифрлар бойынша маған мақал мәтелдер айтып беретін боласыңдар. Жарай ма? Айта қойып. Кім дайын? Нұрсая, бәріміз мұқият тыңдайтын болайық балалар. Қараңдар. Түгел болса төбедегі келеді, ала болса ауыздағы кетеді. Өте тамаша. Тағы да кім дайын? Қай топ дайын? Нұрхан. Бет атасын білмеген жетесіз. Өте тамаша. Тағы да кім айтады? Нұрғиса. Досыңды 3 күн сынама, 3 жыл сына. Өте тамаша, я. 3 санына байланысты. Қаны, жас сезім? Бір қарлығаш келгенмен жаз болмайды. Бір қарлығаш келгенмен жаз болмайды дейді. Тамаша. Тағы да кімде бар? Мұратәлі. Айта берсінші. Тағы да кім дайын? 8 қырлы бір сырлы. Дұрыс айтасың. 8 қырлы бір сырлы. Айдана. Алда аға бірігіп әке болмас. Қайталай қойшы. Алты аға бірігіп. 6 аға бірігіп. Бір әке болмас. Бір әке болмас. Тамаша. Асықтар бар. Осы асықтардың ішінде өзі жазылған нөмірленген фигуралар бар. Геометриялық фигуралар. Соған байланысты сендер мына жерде өздеріңе қатысты қай фигура түсті, соған байланысты теңдеуіңді аласың да тақтаға орындайсың. Түсінікті ме? Мына қатардан кім шығады? Насыл сен шықтың ба? Келе ғой. Ала басың. Ждам. Қандай? 4 бұрыш. Келесі топтан. Олжас, кел. Келесі топтан Нұрай келе ғой. Сен ал ғой. На топтан Ерсайын келе ғой. Сенікі қай? Сенікі дөңгелек. Сенікі 3 бұрыш. Сенікі 4 бұрыш. Жазыңдар. 4 тақтаға теңдеуді жазыңдар. Болды, орнына жаза бер. Мынау бізде бірінші топ, я? Қаншасыншы топ? Екінші топ. Үшінші топ. Төртінші топ. Қане, бұл жерде балалар жылдамдыққа қараймыз. Қазір сендер. Асықпай. Саған қызығымыз қане? Үлесіңді қос сендер. Үлестеріңді қосыңдар сендерге.
үлкен қылып жасайшы. Үлкен қылып жаса да. Тамаша, өте тамаша. Болдық қой. Онда қазір енді тақтаға шығып, сол берілген тапсырманы жақсы. Біз бұл жерде 12 сағаттан кейін ара қашықтығы қанша километр болатынын есептедік. Тамаша. Берілгені бұл бірі 23 км сағатпен қозғалды. Бұл екі 28 км сағатпен қозғалды. Уақыты 12 сағатта болды. Екі кеменің арасы 200 км болған бар. Бірінші амал 23 км сағатқа 12 сағатты көбейтіп 276 км болды. Екінші амал 28 км сағатқа 12 сағатты көбейтіп 336 км болды. Үшінші амал 276 км-ға 336 км-ді қостық, 612 км шықты. 612 км-ге 215 км-ді қостық, 827 км болды. Бұнда 12 сағат арасында кемелердің ара қашықтығы 827 км болды. Өте тамаша. Қанша амал орындадың, Нұрхан? Қанша? Логикалық есептердің шығару жолдарын білген болатынбыз, иә? Логика дегеніміздің өзі не екен, балалар? Кім айтады? Логика дегеніміз не? Логика дегеніміз есептерді қажет етпейтін есептер деп болады. Оларды шығару үшін саған ойлау деректілігін және логиканы қажет болады. Олар логикалық есептер деп аталады. Жақсы. Олар нағыз ақыл ойға арналған жаттығу. Өте тамаша. Логикалық есептер нағыз ақыл ойға берілген жаттығулар екен. Қазір балалар, мен сендерге бір логикалық есеп беремін. Сол есепті жылдам шығарып маған көрсетесіңдер, жарай ма? Айнұрдың 7 жаңғағы бар еді. Біреуін ағасына берген кезде екеуінде теңдей болды. Ағасында неше жаңғақ болған? Қанша жаңғақ? 5 жаңғақ болған. Дұрыс айтасың, ағасында 5 жаңғақ болған. Айнұрдың өзінде 7 жаңғақ, бір жаңғағын бергенде екеуінде де 6 жаңғақтан болды, иә? Өте тамаша.